Қайырлы кеш, қадірлі еліміздің түкпір-түкпіріндегі шәкірттерім. Бүгін сіздермен тікелей эфирде Сағынғалиев Дәурен Наурызбайұлы, ұбт академиясының Қазақстан тарихы және дүниежүзі тарих пәндерінен онлайн курстардың авторы. Және өздеріңіз көріп тұрғандарыңдай, ұбт-ға дайындалуға арналған Қазақстан тарих пәнінен оқу әдістемелік кітаптың авторы. Менімен кері байланыс жасасаңыздар, ВКонтакте желісіндегі және Инстаграмдағы парақшамды көрсетіп қойдым. Уақыттың мүмкіндігіне қарай міндетті түрде сіздердің сауалдарыңызға жауап беретін боламын, балалар. Енді мен әу-бисмилля бірінші дүниемді неден бастағым келдім. Көпшіліктеріңіздің тарапыңыздан Қазақстан тарих пәніне деген сұраныс мол болады деген ойдамын. Неге? Қай қырынан? Бұл енді бір курсқа қатысу басқа бағытта емес, бірінші кезекте балалар. Сұраныс қай тұрғыдан? Бұл пәнге дайындық тұрғысынан балалар. Өйткені дәл осы ағымдағы жылдың 2020 жылдың ұбт-сында көпшілік оқушының негізгі күрделілік туындатқан пәндерінің бірі Қазақстан тарихы болды. Оны алдыңғы жылы бітірген түлектердің тарапынан өздеріңіз де естіп те жатқан шығарсыздар. 2021 жылғы ұбт-ға қатысты бағыт-бағдарды мен сізге тікелей беріп отырамын. Енді 2021 жылғы ұбт-ның жағдайында дәл биылғыдай Қазақстан тарихынан төмен нәтиже көрсетеді деп ойламаймын. Өйткені бүгінгі сәттен бастап, міне бүгінгі шеберлік сабағымызға қатысып жатқан оқушылар өздерінің нақты мақсатын бағамдай білді деген ойдамын. Қандай мақсат? Бүгіннен бастап мастер-классқа қатысып жатқан оқушылар, сіздер бұл пәннің жауапкершілігінің қаншалықты жоғары екендігін сезіндіңіздер деп ойлаймын. Енді ең әуелгі жаңалық, өздеріңіз білесіздер, жаңартылған білім беру мазмұны сіздерге қосымша енгізілді. Бірден балалар атап өтейін, чаттағы сұрақтарға дәл қазір мастер-класс барысында жауап бермеймін. Кейіннен соңында әбден өзімнің ойымды тиянақтап, негізгі мәліметтерді жеткізіп болғаннан кейін ғана барып чаттағы сұрақтарға жауап беремін. Алдын ала атап өтейін. Енді негізгі нәрсе балалар. Бірінші нәрседен бастап тоқталып өтейін. Бірінші менің сіздерге айтқым келген мәлімет бұл әрине көпшілік оқушының жиі қоятын сауалы, Дәурен ағай ұбт-ға бекітілген кітаптардың тізімі қандай дейді балалар. Осы экранды өздеріңізге скриншот жасап алсаңыздар болады. Мен бүгін ғана сіздерге арнап дайындадым. Бұл биылғы, яғни мектеп түлектері үшін 2021 жылы ұбт тапсыратын түлектерге арналған ұбт-ға бекітілген кітаптардың тізімі балалар. Сонымен бірінші кезекте 6-шы сыныптың оқулығын таныстырып отырмын. 6-шы сыныптан тек қана бір ғана оқулық, Әбдеш Төлеубаевтың оқулығы Атамұра баспасы шыққан жылы 2015 балалар. Екінші оқулық бұл Жолдасбаевтың оқулығы, көріп тұрсыздар, 7-ші сынып Атамұра баспасының 2016 жылы оқулығы. Жыл сайынғы енді дәстүрде мынандай бір мәселе туындайды. Мынандай қандай мәселе? Бірінші туындайтын мәселе ол әрине жаңағы оқулықтың жылына қатысты. Оқулықтың жылына қатысты. Бұл Атамұра баспасының оқулығы 2016 жылғы оқулық, Жолдасбаевтың. Енді бірден атап өтейін, оқулық 2012 жылғы кейбір оқушыларда оқулық болуы мүмкін. Себебі көп оқушыларда солай, әдетте сондай сауал туындап жатады. Ағай, менде 2012 жылғы кітап бар, 2016 жылғы кітапты қайдан тапсам болады, мен ондай кітапты таппай жүрмін деген секілді. Енді бірінші атап өтетін мәлімдемем балалар, 2012 жылғы оқулық пен 2016 жылғы оқулықтың арасында үлкен бір аса өзгеріс жоқ балалар. Ал бірақ кейбір мәселелерге қатысты жекелеген тақырыптарға байланысты толықтыру бағытында 2016-да өзгешелік бар. Сондықтан бірінші кезекте менің сіздерге беретін кеңесім, бұл 2016 жылғы 7-ші сыныптың Атамұра баспасының Жолдасбаев деген автордың оқулығымен дайындалу. Егер тым таппай жатқан күннің өзінде де, тым таппай жатсаңыздар, онда бірінші кезекте атап өткім келетін мәлімдеме балалар, 2012 жылғы оқулықта жарай береді. Бірақ бірден атап өтейін. Мына 2016 мен 2012-ның арасында кейбір жекелеген жерлерде айырмашылық бар. Осыған мұқият боларсыздар. Мысалы, қарапайым өздеріңізге бір сұрақ қояйын. Шыңғыс хан Отырар қаласын қанша айда бағындырды? Алты бес енді әртүрлі жауап нұсқаларын көріп жатырмын. 6-шы айында айтып жатыр, 5-ші айында айтып жатыр. Енді дәл осы сұраққа қатысты атап өтейін. 6 ай десеңіздер, бұл сұрақтан қатты қателесе қоймайсыздар. Өйткені бұған дейінгі біздің айтып жүргеніміз әлгі Шахановтың өлеңінде бар ғой, 6 ай бойы көп кішкентай отырарды ала алмау, 6 ай бойы көп кішкентай отырардың осал тұсын таба алмау, ойы теңіз сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан,
менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба дейді. Иә, ол біз білетін әдебиетте, біз білетін тарихта Алтай болған. Бірақ мына жерде бір оқушымыз дұрыс атап өтті. Жувейнидің дерегі бойынша 5 ай деп балдар. Сондықтан мен сіздерге бірден кеңес ретінде атап өтейін. Жолдасбаевтың 2016 жылғы шыққан оқулығында ол 5 ай деп берілген балдар. Мұқият боларсыздар. Жувейнидің дерегі бойынша Отырар қаласы моңғол әскеріне 5 ай қарсылық көрсеткен. Бірақ бұл жерде міндетті түрде мұқият болу керек. Тұстарыңыз, Жувейнидің дерегі бойынша балдар. Әлгі парсын тарихшысы бар, Жувейни дейтін. Соның дерегі бойынша 5 ай балдар. Ал егер кімде-кім қолында 2012 жылғы оқулық ұстап отырса, 2012 жылғы оқулық ұстап отырған оқушылар, олардың кітабында 6 ай деп тұрады балдар. Мысалы, тағы бір сұрақ қояйын. Сығанақ қаласы моңғол әскеріне қанша күн қарсылық көрсетті балдар? Сығанақ қаласы моңғол әскеріне қанша күн қарсылық көрсетті? Бұл жерде де жаңағыдай түрлі жауап нұсқаларын көріп жатырмын. 3 айда айтып жатқандарыңыз бар, 15 күнде айтып жатқандарыңыз бар, 7 күнде айтып жатқандарыңыз бар. Енді бірден атап өтейік, мысалы, егер қолдарыңызда Жолдасбаевтың 2016 жылғы оқулығы болса, сіздер бұл сұраққа 7 күн деп жауап берер едіңіздер. Егер әрине 2016 жылғы оқулық болса. Өйткені бұған дейінгі қолданыста болған оқулықтардың бірінде 2012 жылғы оқулықтарда ол 3 ай деп беріліп жүрген еді балдар. 3 ай деп беріліп жүрген еді. Ал енді осы бір менің мәлімдемемнен байқаған шығарсыздар, 7 күн ғана қарсылық көрсетті деген мәліметке мұқият боларсыздар. Егер дәл осы сығанаққа қатысты атап өткен мәлімдемем түсінікті болса, чатқа плюс деп белгі бере қойсаңыздар балдар. Мен 2016 жылғы оқулықтың тағы да бір мәрте сіздерге ерекшелігін айтып жатырмын. 7 күнге қатысты мұқият боларсыздар. Кейбір оқушыларымыз бұл сұраққа дұрыс жауап берді. Мен әрине бұл шәкірттер үшін қуаныштымын. Осыған мұқият боларсыздар. Енді бір оқушылардың тарапынан мынандай сұрақ туындайды. Осы жоқ, ОБТ-да келсе 7 күн деп жауап бересіздер. Бірден атап өтейін. ОБТ-да егер дәл осы сұрақ келсе, сіздерге Сығанақ қаласы моңғол әскеріне қанша күн қарсылық көрсетті десе, бірден 7 күн деп жауап бересіздер. Өйткені сіздер мына оқулыққа сүйенесіздер балдар. Мына оқулыққа сүйенесіздер. Егер мына оқулықтың ішінде 7 күн деп жазылып тұрып, сіздер басқа бір мәліметті белгілейтін болсаңыздар, онда сіздер дәл осы сұрақ үшін ұпай ала алмайсыздар. Мен бірден алдын ала атап өтіп жатырмын. Ұпай ала алмайсыздар дегеннің себебін түсінгенде шығарсыздар. Өйткені сіздерге міндетті түрде сұрақ ОБТ-ға бекітілген оқулықтан ғана келеді. Ал өзге оқулықтан оқып, басқа бір мәлімет өздеріңізге таныс болса, ол сіздерге кейіннен апелляцияда балл қосып бермейді. Алдын ала айтып жатырмын. Бізде көбінесе әбден ОБТ біткеннен кейін осындай бір мәліметтерді біліп таң қалып жататын оқушылар болады. Бірақ шын айтайын, Сығанаққа қатысты әзірге ОБТ-да сұрақ бола қойған жоқ. Сондықтан дәл қазір бұл бір үлкен қайға келетіндей сұрақ емес балдар. Мен сіздерге қарапайым нәрсесін айттым. Дәл ОБТ-ға бекітілген оқулықпен жұмыстанатын болсаңыздар, сіздерде ОБТ-да ешқандай да проблема туындамайды. Не себепті кітаптың жылына мән беру керек, оның маңызы қандай, не себепті біз дәл осы сұраққа ерекше мән мағына беріп отыр деген сұраққа мен сізге қарапайым қысқа нұсқа жауап беріп отырмын балдар. Одан кейін тағы бір оқушылардың тарапынан туындайтын бір сауал, ағай, осы тарихты жазған кезде не себепті қайта-қайта мәліметтер өзгеріп кетеді деп жатады. Шын айтайын, мен үшін де ең үлкен сұрақ белгісі, кәдімгі үлкен сұрақ белгісі дәл осы сауал. Неге оқулықты қайта басқан сайын фактілерді өзгертудің қажеттілігі туындайды деген. Бұл енді әрине оқулықты жаңартып басу үшін қандай да бір жаңалық енгізу керек деп ойлайды да, кейде фактілерді өзгеріске ұшыратып жатады. Шын айтайын, негізі тарихтың кітабын жаңартқан сайын фактілерді өзгертудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Әсіресе ОБТ тапсыратын түлектер үшін осындай бір нонсенс туындамас үшін, кейін ОБТ-дан кейін бір өкініш, реніш, бір ыңғайсыз сәттер туындамас үшін негізі солай болмаған мен өз басым қалар едім. Одан кейін кімнің Қасымбаевтың оқулығына қатысты балалар, шын айтайын, мына жерде қазір біреулер ағай жаңағы тез жаттап алудың оңай әдістері бар ма, тарих менің басыма кірмейді, не істесем болады деген сияқты бағытта біз бірден өзімізге нақты сұрақ қойып үйренейік. Бүгінгі мақсатымыз, бүгінгі сабағымыз бұл менің сіздерге ОБТ-ға ең бірінші түлектің жасайтын қадамы қандай болу керек, яғни өзінің кітапханасын қалай жасақтау керек деген секілді сауалдарға жауап, қалғандарына тағысын тағын жауап бере жатармыз. Ал одан бөлек туындаған сауалдарға соңында жауап беремін дедім.
мені дұрыс түсініп отыр деп ойлаймын қатысып отырған оқушыларымыз. 8-ші сыныпқа қатысты балалар. Бізде екі бірдей оқулық бар. Екі бірдей оқулық бар. Екі оқулық, біреуі Қасымбаевтың оқулығы, біреуі Қабылдиновтың оқулығы. Енді бірден атап өтейін. Сіздер көпшіліктеріңізде мынандай сауал туындауы мүмкін. Екі кітаптың тек қана менде біреуі ғана бар. Мысалы Қасымбаевтың оқулығы бар, мысалы Қабылдиновтың оқулығы бар деген секілді. Екі кітаптың бірі болса жақсы, екеуі болса өте жақсы. Мен сіздерге осы тұсын түсіндіріп отырып жатырмын. Біреуі болса жақсы балалар, екеуі болса өте жақсы. Мен неге олай айтып отырмын? ОБТ-ға сіздерге сұрақ құрастырылған кезде мына авторларды көріп отырсыздар ғой. Біріншісі міне Қасымбаев деп тұр, екіншісі міне Қабылдинов деп тұр. ОБТ-ға сіздерге сұрақ құрастырылған кезде осы екеуінде де бар ғана мәліметтер алынады. Қайталап айтамын, Қасымбаевтың және Қабылдиновтың оқулығы екеуінде де бар ғана сұрақтар алынады. Осыған мұқият боларсыздар. Тағы бір мәрте қайталап атап өттім, екеуінде де бар ғана сұрақ алынады. Одан кейін ОБТ-ға бекітілген тағы бірдей 9-шы сыныптың екі бірдей оқулығын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Оның бірі Қозыбаевтың оқулығы, Манаш Қозыбаевтың оқулығы, екіншісі Бүркіт Аяғанның оқулығы. Бұл да 9-шы сыныптың ОБТ-ға бекітілген кітаптары, екі бірдей оқулық. Бір кітап мектеп баспасынан жарыққа шыққан, бір кітап Атамұра баспасынан жарыққа шыққан. Екі кітаптың да шыққан жылы 2013 жыл көріп тұрғандарыңыздай. Тағы да бір мәрте осы жерде де түсініктеме беріп өтейін. Өздеріңізде аңғарып байқап отырсыздар деп ойлаймын. ОБТ-ға қандай кітап бекітілген деген кезде екеуі де бекітілген, бірақ ОБТ-ға сұрақ құрастырылған кезде мына Қозыбаевта да, мына Аяғанда да бар сұрақ қана алынады. Осыған мұқият боларсыздар. Тағы бір мәрте қайталап айтамын. Егер осы кітаптардың, мысалы 9-шы сыныптың ОБТ-ға бекітілген Қозыбаевтың немесе Аяғанның екеуінің де кітаптары сіздерде болса өте жақсы, біреуі болса ол да жақсы. Ештеңе етпейді. Ең бастысы ОБТ-ға дайындалуға көп пайдасын тигізеді. Енді кәсіби маман ретінде, ОБТ-ға жүйелі дайындап жүрген маман ретінде мен сіздерге бір мәліметті атап өтейін. Ол қандай мәлімет? Мен сіздерге беретін негізгі кеңесім мүмкіндігінше Қозыбаевтың оқулығын алуға тырысыңыздар. Қозыбаевтың оқулығын не үшін айтып жатырмын? Тестте кездесетін 9-шы класстың сұрақтарының 80% дәл осы Қозыбаевта сөзбе-сөз беріледі. Мен сөзбе-сөз деген пікірімді дұрыс түсініңіздер деп ойлаймын. Сөзбе-сөз деген сөзімнің астарында тестте келіп жүрген сұрақтардың басым көпшілігі дәл осы Манаш Қозыбаевтың оқулығынан алынған балдар. Осыған да мұқият назар аударарсыздар. Оны да өздеріңізге тағы бір мәрте атап өттім. Манаш Қозыбаевтың оқулығы ОБТ-ға бекітілген кітаптардың ішіндегі ең тиімдісі десем болады. Және сіздерге қабылдауға белгілі бір тарихи кезеңмен жұмыстанған кезеңде ең қолайлысы да дәл осы Манаш Қозыбаевтың оқулығы балдар. Енді оқулықты әрине бірінші кезекте мектептің кітапханасынан алуға болады. Екіншіден, бұрын бітіріп кеткен түлектерден, өздеріңіздің мектептеріңізде оқыған ОБТ-ға дайындалған балалардан сұрасаңыздар болады. Немесе мектеп баспасында егер болса, ол кітапты қосымша сұрастырсаңыздар болады. Ал одан кейін балалар, мен сіздерге 10-шы сыныптың және 11-ші сыныптың оқулықтарын таныстырып отырмын. Келесі жылы ОБТ тапсыратын балалар үшін ол өте маңызды деп ойлаймын. Әсіресе 2021 жылы тапсыратын оқушылар үшін. Бұл жерге мен сіздерге жаңартылған білім беру мазмұны бойынша ОБТ-ға бекітілген кітаптардың тізімін шығарып отырмын. Осыған мұқият боларсыздар. Тағы бір мәрте атап өтейін. Бір авторды Жандосова деп атап өттім. Екінші дүниені Қабылдинов деп атап өттім. Біріншісі Жандосова деген авторымыз 10-шы сыныптың оқулығы, және Қабылдинов деген авторымыз ол жаңағы 11-ші сыныптың оқулығы. Екі кітапқа да мұқият боларсыздар, бірақ соның ішінде қазірдің өзінде мектептен, кітапханадан кітап алған болсаңыздар, Қабылдиновтың оқулығының екі бөлімнен тұратындығынан хабардарсыздар деп ойлаймын. Егер хабардар оқушылар болса, маған чатқа плюс деп белгі бере қойсаңыздар, қазірдің өзінде кітаптар қолына жеткен оқушылар бар деп ойлаймын. Яғни Қабылдиновтың оқулығының екі баспадан тұратындығынан көп оқушыларымыз хабардар деген ойдамын. Яғни мен сіздерге жаңартылған білім беру мазмұны бойынша негізгі мәлімдеме атап өттім. Бұл қандай мәлімдеме? Яғни Жандосованың оқулығының 10-шы сынып жаңартылған білім беру мазмұны бойынша екендігі, және Қабылдиновтың оқулығының екі бөлімнен тұратын оқулығы. Енді көп оқушылардың тарапынан сұрақ туындап жатады. Обновленкадан сұрақ болған кезде қалай болады, қандай бағытта болады деген. Енді бірден атап өтейін балалар.
оқу сауаттылығымен жұмыстанып жүрсіздер ғой қазір. Дәл сондай деңгейге жақындау болып жатады. Яғни сіздердің функционалдық сауаттылықтарыңызды тексеруге бағытталған тапсырмалар болады. Оны енді уақыты келгенде қосымша бір шеберлік сабақтарының бірінде атап өтер едім. Бірақ енді бірінші кезекте сіздердің негізгі күштеріңіз салатын сынып бұл 6 және 9 сыныптың аралығы болды. Мысалы 2021 жылғы ұбт-да дейді маған мысалы оқушылар сұрақ қойсын делік. 6-9 сыныптың аралығынан қанша пайыз сұрақ болады деген сұрақ қойылса, мен сіздерге бірден нормасын атап өтейін. 75% сіздерге 6 мен 9-ның аралығынан болады. Сонда тек қана 25% ғана 10-11 сыныпқа тиесілі. Балдар менің пайыз бойынша бөлгенімді түсінгендеріңіз бар болса, маған чатқа плюс деп белгі бере қойсаңыздар. Яғни 6-9 сыныптың аралығы 75%, ал 10 мен 11-дің аралығы 25%. Мен енді сіздерге пайыздық көрсеткіш бойынша жеткізіп жатырмын. Нақты түсінікті болсын, яғни қай сыныптарға қаншалықты дәрежеде күш жұмсау керектігі түсінікті болсын деген ниетпен айтып жатырмын. Балдар енді мысалы арамызда бүгінгі шеберлік сабаққа қатысып отқандар бұған дейінгі неше түрлі пабликтегі парақшалардағы біреудің жаңағы әлеуметтік желіде қаптап кетті ғой шіркіндер. Жаңағы мен онлайн курс өткіземін, онлайн сабақ өткіземін, бәленбай жылдық тәжірибем бар деп. Құдай біледі енді, бір Аллаға аян, олардың немен айналысып жатқаны. Бірақ мен сіздерге айтқым келген негізгі нәрсе бүгінгі мастер-класстың мүмкіндігін пайдалана отырып. Бұл мәліметтерді мен сіздерге айтып жатқан біреу айтты ма, айтпады ма білмеймін, бірақ менің өзім сіздерге бұны айтуды міндет деп санадым. Сондықтан да қайталауды міндет етіп сіздерге мына кітаптардың тізімін таныстырып отырмын. Енді сіздерге бірден атап өтейін. Сіздерге осы менің тоқталып өткен авторларым пайдасын тигізсе, онда плюс бере қойсаңыздар. Осы авторлар керек болып жүреді. Дәурен ағай дәл осыны мастер-класста қарастырғаныңыз қандай жақсы болды деп отқан оқушылар плюс басып отырса, шын айтайын, себебі мен әуелі Алла, төбемізде Құдай тұр, кешкі уақыт. Мен біреудің паблигі не жүргізіп жатыр, қалай жүргізіп жатыр, ондаймен аса бір үлкен шаруашылығым жоқ. Оған бір араласып, біреудің парақшасына үңіліп жатқаным жоқ. Бүгін ғана шын айтайын уақытым болды, өйткені осыған дейін мен сіздерге балапан арнасына сабақ түсіріп жатырмын. Бұйыртса, осы айдың соңында сіздер ағайларыңызды балапан арнасынан көресіздер. 11-ші класстан сіздерге сабақ дайындадым. Міне 10 сабаққа жуық сіздерге түсіріп, бүгін уф деп жатырмын. Әлі де монтаж жұмыстарым бар. Бірақ бірден өздеріңізге айтып жатырмын, бір сүйіншілеп, ақжолтай хабар ретінде жеткізіп жатырмын. Бұйыртса сіздерге 20 ғасырдағы Қазақстан экономикасына қатысты 7 бірдей сабақ дайындадым. Балапан арнасынан қыркүйектің соңында көрсеңіздер болады. Яғни 20 ғасырдағы Қазақстан экономикасының өзін мастер-класс деп қабылдаңыздар. Мен сіздерге сүйінші жаңалық деп жеткізуінің негізгі себебі де сол. Қадірлі менің елдің түкпір-түкпірінде отқан шәкірттерім. Неге сүйінші? Өйткені мен бұл жаңалықты басқа ешбір жерде жария етпегем. Бүгінгі мастер-класста сіздерге жария етіп отырмын. Нақты күнін қашан болатындығын, қандай тақырыптар болатындығын деген сияқты. Себебі шын айтайын, мына съемка тым ауыр күрделі процесс болғандықтан жаңағы бүгін ғана сіздермен осылай мастер-класс өткізуге, эфирге шығуға мүмкіндік болып отыр. Манаш Қозыбаевтың оқулығын мен ұсынамын. Так, енді екінші нәрсе. Енді сіздерді сол менің балапан арнасына өткізген сабақтарымда қандай тақырыптар күтіп тұр. Қазір мен тақырыптарды айтып шығамын. Егер Дәурен ағай мына кәдімгі домбыраның пернесін шерткендей дәл тапты ғой, Құдай-ау, шіркін-ау. Маған сол тақырыптар керек болып жүреді дейтін болсаңыздар плюс басарсыздар. Ал енді мен сіздерге қазір қандай тақырыптар дайындағанымды айтайын, мұқияттап тыңдарсыздар. Пока әзірге плюс баспай тұра тұрыңыздар. Мен сіздерге қазір тақырыптарды айтамын. Егер сол тақырыптарды күтіп жүрген болсаңыздар, бұйыртса эфирден көресіздер. Қандай тақырыптар? Жоспарлы экономикаға байланысты 11-ші сынып, жоспарлы экономиканың дәстүрлі экономикадан нарықтық экономикадан ерекшелігі қандай? Жаңа экономикалық саясат дегеніміз қандай саясат? Жаңа экономикалық саясат енгізілгенге дейін болған әскери коммунизм дегеніміз қандай саясат? Индустрияландыру саясаты қазақ даласында қалайша жүзеге асты? Ұжымдастыру саясаты және оның қазақ жеріне тигізген зардаптары? Ұжымдастыру барысындағы біздің шаруашылық өмірдегі өзгерістер, Ұлы Отан соғыстан кейінгі Қазақстан экономикасының дамуы, соғыстан кейінгі жылдары елімізде салынған өнеркәсіп орындары, қандай өнеркәсіп орындары негізгі жұмыс бағытын қалайша ұйымдастырды, яғни қандай өнімдерді жасап шығарды, Қазақстанда салынған теміржол желілері қандай, неге соғыстан кейінгі жылдары Қазақстан экономикасында күрт өзгерістер орын алды, тың игеру саясаты қалайша жүзеге асты, тың игеру Қазақстанның қай өлкесінде жүргізілді, не себепті Жұмабай Шаяхметов өзінің
қызметінен кетті. Тоқырау жылдары дегеніміз қандай жылдар? Тоқырау жылдары қай жылдар аралығын қамтиды? Тоқырау жылдарындағы Қазақстан экономикасының ерекшелігі қандай? 1985-1991 аралығы неге қайта құру кезеңі деп аталады? Қайта құру кезеңіндегі КСР билігінде болған өзгерістер қандай? Нарықтық экономика дегеніміз не? Нарықтық экономиканың ерекшеліктері қандай? Қазақстанда жекешелендіру саясаты қалайша жүзеге асты? Жекешелендіру қандай кезеңдерге бөлінеді? Қазақстан 2030 стратегиясы, Қазақстан 2050 стратегиясы, Қазақстан 2030 стратегиясы мен Қазақстан 2050-дің бір-бірінен айырмашылығы, Қазақстан 2030 стратегиясындағы негізгі басымдықтар, Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты, одан бөлек жаңағы тәуелсіз Қазақстан экономикасында елімізде болған инвесторлар, осылардың барлығы балалар сіздерге балапан арнасына дайындалған сабақтарда қамтылды. Яғни Инстаграмда алла қаласа салам балалар. Мен соңғы күндері Инстаграмда белсенділігімді мен байқаған шығарсыздар. Инстаграмға аса қатты алаңдап жүрген жоқпын, тек арасында ғана әйтеуір Астанадамын деп бір сурет салып қойғанымды байқайтын шығарсыздар. Әйтпесе тап бір үлкен белсенділік қазір жоқ. Ол ютубқа да шығады бұйыртса, және балапан телеарнасына да шығады. Балапан телеарнасына қыркүйектің соңында шығады. Бұл тақырыптар балалар өте актуальды тақырыптар. Мен оны не үшін айтып жатырмын? ОБТ-ға дайындық барысында өздігіңнен жаттап алатын факті болады. Және түсініп, салыстырып, бір саясаттан ерекшелігін байқап, неге дәл сол саясат солай жүзеге асты деп, сол тақырыптың шеңберінде ОБТ-да қандай сұрақ келсе де, өзіңнің мына ой елегінен өткізіп, қорытып, түсінген материалың арқылы жауап беретін де жағдай болады. Сондықтан ОБТ-да тақырыпты түсіну, оның өзі әрине жарты жетістік тақырыпты түсіну. Өйткені тақырыпты жақсы түсінген бала кез келген сұраққа 60% толық сенімді жауап бере алады. Мен сол бағытта айтып отырмын балалар. Ендеше осы тақырыптар шынымен де мен үшін актуальды болды десеңіздер, чатқа плюс қоя қойсаңыздар балалар. Жоғарыда атап өткен тақырыптар сіздерге актуальды болды десеңіздер. Енді келесі балалар бірден атап өтейін. Мына жерге бірге дайындалайын деп едік, WhatsApp-тан чат ашайын деп едік деген нәрсені қоспай ақ қойсаңыздар, менің сіздерге үлкен өтінішім. Бірден атап өтейін. Группа ашу басқа деген себебі кейде осы жерге чатымызға қосылып, өзінің бір жеке кәсібімен отқандар болады. Сондықтан сондай бір алдау арбауға ғана шығып қалмайық. Мүмкін ішінде арамызда расымен де ниеті түзу адам отқан шығар, бірақ әлеуметтік желіде кішкене ақиқаттан алыс әңгімелер айтып жатады. Сондықтан бір-бірімізге деген мәдениет болсын, бір-бірімізге деген бір сыйластық болсын. Өтініш чатта бірге дайындалайық, чат ашайық, группа ашайық, маған дружып жіберші деген сияқты әңгімелерді айтпай ақ қояйық. Өзім үшін. Себебі уақыт деген шіркін дүние бар. Уақыт міне басталды. Қазақта жақсы сөз бар ғой, кеше ерте болғанмен ертең кеш болады деген. Кеше бір нәрсе ерте болып көрінген болуы мүмкін, бірақ ол нәрсе ертең кеш болса, ол да болмайды. Енді тағы бір нәрсе. Жаңадан бері чатта байқап жатырмын, бір оқушылар бүйтіп жатыр. Жұбанышевпен дайындалған көмектесе ма деген сияқты. Балалар мысалы маған сұрақ қояды өзіме. Дәурен ағай, сіздің кітабыңыздың Жұбанышевтың кітабынан айырмашылығы қандай деп? Менің кітабымның Жұбанышевтың кітабынан айырмашылығы, менің кітабымды Сағынғалиев жазған. Менің фамилиям сіздерге жақсы таныс шығар, Сағынғалиев деген. Мен бірақ Жұбанышевтың кітабын еш уақытта даттамаймын. Мысалы біреулер болады, өзінің құнын асырып көрсету үшін, өзінің жасаған еңбегін жоғары дәріптеу үшін, ой, оның кітабымен вообще дайындалмай-ақ қой, қоқыс, жаман деген сияқты бірдеңе айтуы мүмкін. Мен айтайын, ондай пікірдегі адам емеспін. Мен біреудің кітабын еш уақытта жамандамаймын, теріс пікір білдірмеймін. Неге? Өйткені ол кісі менің пікіріме қарап, өзінің кітабын сапалы жазып кетпейді, немесе мен пікір айтқаннан ол кісінің кітабының сапасы төмендеп кетпейді. Мені дұрыс түсініңіздер деп ойлаймын балалар. Жұбанышевтың кітабына қатысты менің пікірімді егер түсінсеңіздер плюс бере қойсаңыздар, мен сіздерге өзімнің позициямды айтайын. Мен ол кісінің кітабын даттамаймын, ол кісінің кітабын ақтамаймын. Өмірде жалпы сондай принцип болу керек. Неге? Себебі ол менің жасап шығарған өнімім емес, біріншіден. Екіншіден, ол кісіні мен өз басым сыйлаймын. Үшіншіден, ол кісінің кітабы туралы пікірді былтыр бітіріп кеткен түлектер айтсын, әлде қайда сол дұрыс болар. Егер мысалы былтыр сіздерге бітірген түлектер, мен осының кітабымен дайындалдым, Жұбанышевтың маған көмегін тигізді десе,
пожалуйста, сол кітаппен дайындалыңыздар. Менің ең дұрыс кеңесім деп ойлаймын, менің позициям дұрыс түсініңіздер деп ойлаймын. Ең бастысы біреуге зиянын тигізіп, ғайбаттап, оның сыртынан пікір білдіру, ол маған тән қылық емес болды. Сондықтан мені дұрыс түсінсеңіздер, плюс қоярсыздар. Ең қарапайым жолда айттым мен сіздерге. Ең қарапайым нұсқасы былтыр бітірген адамдардың бар ғой шіркін, жыл сайын мектепте түлектер бітіріп жатыр. Сұрақ шынымен де. Дайындалдың ғой, саған көмегі тиді ме деп. Егер тиді десе, әрине мархабат. Енді бірден атап өтейін шын кітапқа қатысты. Мен дәл осы мәселеде шын кітапқа қатысты өзімнің пікірімді атап өтейін. Шын кітапты мен аса қатты қолдайтын мұғалімдердің немесе мамандардың қатарынан емеспін. Неге? Шын кітаптың мектеп оқулығындағы фактілермен арасында сәйкестігі өте көп. Егер дәл қазір осы менің бүгінгі мастер-классыма қатыса отырып, шын кітабы мен мектептің оқулығының арасындағы фактілердің айырмашылығын білетін оқушылар болса, маған чатқа плюс қоя қойыңыздаршы. Мен сол кісілерді көргім келеді. Мүмкін байқаған оқушылар бар шығар. Шындағы факті мен мектеп оқулығының арасында қандай разница бар екен. Байқап отқан шығарсыздар, міне чаттың өзінен көріп отырсыздар. Это уже большая разница. Көріп отқан шығарсыздар. Міне большая разница дегенімдің дәлелін мен айтып отқан жоқпын, сіздерге мына жерде отқан оқушылардың өзі айтып отыр. Сондықтан осындай міне бетпе-бет отқан кезде жасыратын неміз бар. Бірден атап өтуіміз керек, екеуінің арасында факті көп. Біреулер болады шын кітапты оқиды, қарастырады, соны талдайды. Балалар, бірден атап өтейін. Шын кітап болады, сосын шын кітап болады. Менің пікірімді дұрыс түсінген шығарсыздар, тіпті аяқ астынан афоризм шығып жатыр ғой. Шын кітап және шын кітап болады. Қайсысын таңдайсыздар? Шын кітапты таңдайсыздар ма, әлде шын кітапты таңдайсыздар ма? Мен сіздерге чатқа жаздым. 1-2. Әрине шын кітапты таңдау керек. Ал шын кітаптардың қандай екендігін байқап отқан шығарсыздар. Шын кітап дегеніміз, мынау мен сіздерге айтып шыққан 6-шы, 7-шы, 8-шы, 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптың оқулықтары, яғни ОБТ-ға бекітілген 6, 7, 8, 9, 10, 11 мен жұмыстану керек. Сондықтан шын кітаппен жұмыстаныңыздар. Шын кітаппен емес, шын кітаппен жұмыстаныңыздар. Жылдарда себебі фактілер көп болады. Ал бірақ шын кітаптың кейбір оқушылар үшін қандай пайдасы бар? Кейбір оқушылар үшін мынандай пайдасы бар. Кейбір оқушылар бір тақырыпты түсінбей жатса, қосымша бір мәлімет іздегісі келсе, бір сабаққа қатысты слайд дайындаса, немесе бір үй жұмысына дайындалса, ондайда пайдасы тиеді. Ал біздің таңдауымыз мынандай кітап. Соңы осындай әріпке бітетін кітап, ол біздің таңдауымыз. Көрген шығарсыздар, Н соңы. Әдейі жазып өттім. Енді менің кітабыма қатысты, менің өзімнің ВКонтактедегі парақшамды жаңа өздеріңіз көрген шығарсыздар. Шын айтайын, сіздерге мен бүгін өзімнің кітабымды жарнама жасау үшін кірген жоқпын. Егер жарнама жасауға кірген болсам, балалар қараңдар, менің кітабымның сырты мынандай деп бір әуесқой әңгіме айтып отыратын едім, бірақ бүгінгі мақсат сіздерге жарнама жасау емес. Менің пікіріммен ВКонтактедегі парақшама кіріп қарасаңыздар, сол жерде кітапқа тапсырыс беру туралы менің парақшамдағы нөмірі 2-ші пост болу керек. Қарарсыздар, сол жерде мен өзімнің кітабым туралы жан-жақты сипаттап өттім. Оған өздеріңіз тамашалап тоқталып өтерсіздер. Балалар, бүгінгі мастер-кластың мақсаты белгілі бір тақырып өту емес. Бүгінгі мастер-кластың мақсаты сіздерге бағыт-бағдар беру. Бірақ бірден атап өтейін, келесі сіздерге өтетін мастер-классымда мен мынандай тақырыпты дайындап жатырмын. Бұйыртса, осы айдың соңында мен сіздерге міндетті түрде, осы айдың соңы немесе қазанның басы бір мастер-класс өтемін. Ол қандай тақырып бағытта екенін айтайын. 1822-1824-дегі реформа, 1867-1868-дегі реформаны алдағы болатын, я осы айдың соңы, я қазанның басы күні шығып жатар. Сол кезде біз реформаларды талқылаймыз сіздерге. Мен қысқасы сіздерге талқылаймын. Сондықтан, егер осы тақырыпты құптайтын болсаңыздар, белгі берерсіздер. Бұйыртса, мен сіздерге сол тақырыпты дайындап жатырмын. Ол бұйыртса осы айдың аяғы және қазанның басында, осы кезеңнің бірінде мен сіздерге мастер-класс міндетті түрде өтем. Өйткені реформаларды білуді аса қатты қажет деп санаймын. Енді кейбір оқушылардың тарапынан болып жатқан сұрақ курс, онлайн курсқа қатысты. Бұйыртса, алда нәсіп етсе 18 күні басталып кетеді менің курсым. Дүние тарихты сұрап жатқан, бағанадан бері чаттан аңғарып жатырмын. Дүние тарихтан курс қыркүйек айында болмайды. Балалар, бірден атап өтейін. Дүние тарихынан курс қазан айында болады. Бірден атап өтейін. Ал Қазақстан тарихынан бүгін мастер-классқа қатысып,
онлайн курсқа жазылу аяқталды ма, аяқталмады ма деп білгісі келіп жатқандар болса, бүгін мына мастер-классқа қатысып отырсаңыздар, ертеңге дейін сіздерде сағат қателеспесем 22:00-ге дейін курсқа тіркелуге мүмкіндіктеріңіз бар. Ал курс мен 18 күні бастап кетемін. Кез келген уақытта қатыса алмайсыздар, балалар, осыған мұқият боларсыздар. Тіркелу ертең сағат 22:00-де аяқталады. Онлайн курсқа қатысты егер қысқаша ақпарат сұрап жатсаңыздар, онлайн курста 12 сабақ болады. 6 мен 9-дың аралығын түгел қарастырамыз, және 12 сабақтың әрқайсысы кем дегенде 2 сағат. Мен Астанада Нұргүл бұйыртса 23-не дейін ғана боламын, бірақ ол жерде қызметтемін ғой түсірілімде. Одан кейін Алматы қаласына жол жүріп кетемін. Қалған уақытта мен Алматы қаласында боламын. Сабағыңызға қатысты айтып жатырмын. Жаңа бір оқушым сұрап жатыр екен. Балалар, негізгі сұрақтарыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Егер бүгінгі менің сіздерге шағын ғана өткізген трансляциям түсінікті болса, плюс қоярсыздар. Бұл енді бір жағымпаздықтан, жарнама жасаудан, немесе бір мұқтаждықтан емес. Бұл әйтеуір бір келесі жылғы түлектерге бір пайдалы кеңесім болсын деген ниетпен өткізілген мастер-класс еді. Яғни басы бар, аяғы бар, жөні бар дегендей. Сондықтан енді біреулер болуы мүмкін, ары қарай не айтылады деген сияқты. Мен ары қарай кейбір оқушылардың тарапынан туындаған сұрақтарға жауап берейін, өйткені қалған оқушылардың уақытының құрбаны болғым келмейді. Өйткені қай-қайсыларыңыз үшін уақыт өте маңызды. Егер бүгінгі өткізген мастер-класс сіздерге пайдалы болса, плюс деп белгі бере қоярсыздар. Ал алдағы мастер-класстың жоспары мен жобасымен мен сіздерді таныстырдым. Бұйыртса, келесі мастер-классымызда біз реформаны, яғни тақырыпты талқылайтын боламыз. Ал сіздердің уақыттарыңыздың құрбаны болғым келмейді деген сөзімнің астарында тұрған дүние. Мен қазір тек чатта туындаған кейбір оқушыларға сұрақтарына жауап берейін. Әйтпесе біреулер ойлап қалып жүрер, құрсын ағай мына жерге жарнама жасау үшін кіріп отырма деп. Сондықтан мен ешкімнің уақытын алмаймын. Егер сұрақтарыңыз туындаса, ғана осы жерде жауап берейін. Бүгінгі менің өткізген ұбт-ға бекітілген кітап және қандай кітапқа мән беру керек, қандай қосымша оқулыққа мән беру керек деген бағыттағы сауалға жауап алғысы келген оқушылар өздерінің жауабын алды деп ойлаймын. Және сіздерге атап өттім. Бұйыртса, осы айдың соңында балапан арнасына шығатын сабақтарды міндетті түрде көріңіздер, сіздерге пайдасын тигізбесе, зиянын тигізбейді балалар. Онлайн курс сағат қаншадан қаншаға дейін? Көбінесе менің курстарым сағат 8 мен 10-нан немесе 7 мен 9-дың аралығында болады. Дүниежүзі тарихтың курсына тіркелу осы айдың соңында болады. Құқықтың курсы әзірге жоспарда жоқ. Онлайн курста үй тапсырмалары міндетті түрде болады. Сабақтар міндетті түрде сақталады. Балалар, осымен мен записьті өшіріп беремін қазір бұйыртса, себебі негізгі сауалдарға жауап беріп, мен тек чаттағы сұрақтарға жауап берейін. Рұқсат етсеңіздер. Егер бүгінгі мастер-классқа қатысқан оқушылар болса, барлықтарыңызға шексіз алғысымды білдіремін. Рахмет жандарым. Алла разы болсын. Бұйыртса, келесі бір мастер-класстарымызда амандықпен жолыққанша аман сау болыңыздар балалар. Ал ендігі сәтте мен тек чатта туындаған қосымша сұрақтар болса, көргенімше мүмкіндігінше жауап берейін. Жандарым, өздеріңе де рахмет, бірге болғандарың үшін, зейіндерің үшін, пейілдерің үшін. Бұйыртса, басым көпшіліктеріңізбен курста кездесем деп ойлаймын. Курста кездескенше аман сау болыңыздар. Дәурен ағайларыңыз осы ағай. Құқықтан қайталау видеосы болмайды, өйткені биыл құқықта бізде обновленка, сондықтан былтырғы менің түсірген видеоларым биылға жарамайды. Бірден атап өтейін. Былтырғы менің құқыққа түсірген видеоларым келесі жылға жарамайды. Сондықтан оны сатып алуға қажет жоқ. Қазан айында Қазақстан тарихынан курс болмайды. Дүниежүзі тарихынан кітап туралы келесі бір эфирде атап өтемін міндетті түрде. Дүниежүзі тарихынан курс қазан айында болады, сосын желтоқсан айында болады. Дүние тарихтың кітаптарын бұйыртса осы айдың соңында парақшама шығарамын. Яғни қандай кітаптар бекітілген. Бір айда бұйыртса 6 мен 9-дың аралығын толықтай бітіреміз. 2022-де де сұрақтар өзгереді. Бір айда 6-шы, 7-шы, 8-шы, 9-шы сыныптарды өтемін. Менің Қазақстан тарих кітабыма тапсырыс беру үшін менің парақшамдағы постпен таныссаңыз болады. Менің парақшамдағы постты қазір мүмкін болса сіздерге көрсетейін, егер мүмкіндік болса. Дүние тарихы қазаннан кейін желтоқсанда болады. Қазіргі менің курстарым ешқайсысы сатылмайды. Яғни
осы айдың курсын сатып алуға бола ма деп жатқандар бар. Ол курс сатылмайды, бірден атап өтейін. Инста парақшам бар, мына жерде менің Инстаграм парақшам тұр, Дәурен Сағынғалиев. Менің қазақстан тарих курсым бұйыртса 18 күні басталады. Қазақстан тарих осы айдан кейін қараша айында болады. Балалар, мына жерден өздеріңізге көрініп те тұрған шығар. Менің парақшамда міне тап осындай пост тұр. Осы постта қазақстан тарих кітабына тапсырыс беру туралы мәлімет берілген. Бұл жерде жарнама емес, аласыз ба, алмайсыз ба, сіздің өз еркіңіз. Бұл жерде қалай аламын деп шынымен алудың жолын білмей жүрген оқушылар болса, мен сізге атап өттім. Дүниежүзі тарихынан мастер-класс бұйыртса қазан айында міндетті түрде болады. Курс бір ай болады. Дүниежүзі тарихына қатысты қысқаша бір мәлімет атап өтейін. Дүниежүзі тарихы бастауыш және баяндауыш курсы деп екіге бөлінеді. Бастауыш курсында біз тек қана 6-шы, 7-шы, 8-шы кластарды қарастырамыз. Ол өз алдына бөлек жеке курс, оның төлемі бөлек. Ал одан кейін дүниежүзі тарихынан баяндауыш деген курс бар. Ол жерде 9, 10, 11-ді қарастырамыз. 9, 10, 11 ол жерде баяндауыш курсы деп аталады. Оның да өз алдына төлемі бөлек. Қазақстан тарихта 10, 11 өтілемі. Егер менің онлайн курсыма қатысқан болсаңыз, мен сізге наурыз айында өзімнің түсірген бейне сабақтарыма доступ беремін. 10 мен 11-ге қатысты. Ал дәл қазір 10 мен 11-ге күш салудың үлкен қажеттілігі жоқ. Өйткені сіздер үшін қазір ақпараттың 90% 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-ші сынып, бар болғаны 10% ғана 11-ші класс қана. Қазақстан тарих бір айда толық 6-9-ды бітіреміз бұйыртса. Дүниежүзі тарихтан практикалық курс ашу ойымда бар. Жаңа соңғы сауалды қарадым. Бұйыртса көрерміз, жоспарға уақыттың ыңғайына қарай. Құқықтан философияны алып тастау, вряд ли. Меніңше алмайтын сияқты. Ең нашар проблемамыз сол, құқықтағы философияның басымдығы. Мен осы сауалды қойып отқан Назерке, былтыр менің мәліметтерін тыңдаған шығар. Мен сол кезде өзімнің өкпе назымды айтқам, осы құқықты философия басып бара жатыр. Қарашадағы курста осы айдағы мәлімет, енді әр курста әртүрлі мәлімет болады. Қай жағынан қосымша бірдеңе айтылуы мүмкін. Бірақ сіз еш нәрседен қалып кетпейсіз ең бастысы. Қыркүйекте де қарашада да бір курста айтқан материалды бір-біріне қалдырмауға тырысамын. Қосымша айтылмаса кем айтылмайды. ұбт-да жылдарды жаттаудың, ұмытпаудың жолдары бар ма дейсіз бе? Бар. Ең бастысы қазірден бастап оқулықты шегелеп, кешкісін жатып оқып, таңмен ерте тұрып қайталап дағдылансаңыз, бұйыртса қайда кетеді дейсіз? Куда ты денешься, влюбишься и женишься деген сияқты әйтеуір ол сұрақтармен де түбі игеретін боласыздар. Өз-өздеріңізді шошытпаңыздар, қорқытпаңыздар. Менің басыма қонбайды, қабылдамайды деп. Анау кезінде Гогольдің айтқан сөзі бар ғой. Адамға шошқа дей, құрау дей берсең, шошқа деп кетеді деп. Сол сияқты менің басым қабылдамайды десең, конечно, сенің басың қабылдамайды. Сондықтан өздеріңіздің кішкене эмоцияларыңызды, миларыңызды, потенциалдарыңызды жақсылап пайдаланыңыздар балалар. Себебі болмайды дейтін дүние болмайды. Кішкене әрекет жасау керек, ниеттену керек, тырысу керек, талпыну керек. Онсыз еш нәрсе болмайды балалар. Еш уақытта жетістік ол бір кездейсоқ жетістік болмайды, немесе бір арзан жолмен жеткен жетістік болмайды. Жетістік болуы мүмкін, тек баянсыз ғана жетістік болады. Біреулердің жетістігі баянды болады, өйткені оның соңында еңбек бар, төккен тер бар, адал ниет бар, ықылас бар. Біреулердікі баянсыз болады, өйткені әйтеуір соған жетсем болды деп бір әуес қойланып жүрген бір кездейсоқ жетістіктер болады. Сондықтан мен сіздердің жетістіктеріңіздің баянды болуына тілекшімін. Курста кездескенше бұйыртса, ұбт жеңілдей ма, қиындай ма дейтін нәрсе емес балалар. Сол күні вариант сізге қандай болады, соған байланысты. Біреулер ойлайды, маған тарих оқымай болды. Біреулер айтады, ойбай, кәдімгі страшный болып шошып шықтым ана тарихтан деген сияқты. Бұл сіздердің сол күнгі, былайша айтқанда, фортунаға байланысты. Біреуге кейде қиын болып жатады, ол нұсқа біреуге оңай тиіп жатады. Сондықтан алдын ала бал ашпай ақ қояйық, алдын ала болмаған күнді болжамай ақ қояйық, тумаған сиырдың уызын ішпей ақ қояйық. ұбт электронды болады деп жатыр, бұйыртса электронды болсын. Болса, оны да көре жатарсыздар. Дүниежүзі тарихты бір жылда толық меңгеруге болады. Ол әрине сіздің, бірінші кезекте еңбектенуіңізге байланысты. Менің қабылдауымда ол болады, ал сіз үшін ол бола ма, болмай ма, оны айта алмаймын. Сабақты осы прогресспен өтесіз бе? Сабақты негізі бұдан чуть-чуть баяу сөйлеймін. Просто мына жерде мастер-класс болғандықтан көп сұраққа жауап беруге тырысып жатырмын.
Фактілерде ассоциация міндетті түрде болу керек. Алуа, мен сіздің сауалыңызға жауап беріп жатырмын. Міндетті түрде ассоциация, бір нәрсені бір оқиғамен байланыстыру міндетті түрде қажет. Картамен есте сақтау, конспект жасау, өзің жақсы көретін нәрсені белгілеп қою, жек көретін нәрсенің өзінде кәдімгідей бақырайтып кәдімгі датау Қарахан мемлекеттен шаршап кетсең, кәдімгі Қарахан деп бас әріптерін жазып қойып жұмыстануға болады. Ең бастысы қандай әдіс болса да бәрін пайдалану керек. Неге? Өйткені ОБТ-ға дайындықта бүкіл әдіс пайдалы. ОБТ-да 100 сұрақ болса, 100 сұраққа 100 түрлі әдіс қолдануға болады. Сондықтан қатып қалған әдіс жоқ. Біреулер ойбай кәдімгі басты пісіремін, шашты түсіремін дейтін әдістер айтуы мүмкін, бірақ шын айтайын, ОБТ-да қатып қалған әдіс жоқ. Кім өзіне қалай ыңғайлы етіп жаттайды, солай жаттайды балалар. Мысалы, сабақ осы программамен өтеді. Мысалы, бір нәрсені атап өтейін. Мысалы, Ақмоладан сайланған депутат десе, мысалы, Қосшығұлов Шаймерден да балалар. Ақмоладан сайланған мемлекеттік думаға депутат Қосшығұлов Шаймерден. Мен оны мысалы ақш деп есіме сақтаймын. Маған сол тиімді. Америка құрама штаттары деген сияқты. ақш деп. Ақмола сайланған депутат кім? Қосшығұлов Шаймерден деген сияқты. ақш, Америка құрама штаттары. Мен үшін солай басқа сақтауы тиімді. Мен осыны вообще ұмытпаймын мысалы. Ақмоладан Қосшығұлов Шаймерден сайланған. Себебі менің басымда ол Америка құрама штаттары сияқты ақш бас әріптерін айтып отырмын. А дегеніміз Ақмола, Қ дегеніміз Қосшығұлов, Ш дегеніміз Шаймерден деген сияқты. Мысалы балдар, сондай әркім өзіне ыңғайлы ассоциацияны, өзіне пайдалы әдісті жолды таңдайды. Сондықтан қатып қалған нәрсе жоқ. Біреулер жаңағы, күн құдайын Шамаш дегенде Шыжымаш деп еске сақтатқан. Мына Алуа менің курсыма бір қатысқан шығар. Күн құдайы Шамаш қой, өздерің байқап отқан шығарсыңдар. Шамаш дейтін мынандай кәдімгі Шыжымаш деген сияқты, шыжып тұрған күн сияқты деп естеріне сақтатқан. Мысалы, дүние тарихын таңдайтындар болса, су құдайы мұз екенін білетін шығар. Су құдайы Таммуз екенін. Сол Таммузды есте сақтау үшін неге бәрі мұз деп еске сақтауға болады деген сияқты. Енді ол 91-ның репертуарындағы өлең. Ал бірақ десе де дүниежүзі тарихындағыларға су құдайын Таммуз неге бәрі мұз деп еске сақтауға болады. Қазан айында бастасақ бұйыртса үлгереміз ғой. Қазақстан тарих кітабына тапсырыс беру туралы пост менің парақшамда тұр деп айттым. Менің 18 қыркүйек күні басталатын курсыма тіркелуге ертең сағат 22:00-ге шейін мүмкіндік бар дедім. Бағасы туралы көрдіңіздер, 9.900 теңге деді. Мүмкіндігім, халім, қуатым, күшім әлім жеткенше сұрақ сауалдарыңызға жауап бердім балалар. KFC ол өз алдына ғой енді, Кроманьон Франция саналы адам деген. Еш нәрседен алаңдамаңыздар, еш нәрседен қорықпаңыздар, үлгере алмаймын демеңіздер. Бүгін бастау, ертең бастау, ол бәрінен маңызды. Тек арғы күнге қалып қоймасын балалар. Бүгін, ертең әрекет жасау керек. Ең жаман нәрсе әрекетсіздік дейді. Сондықтан ең бастысы әрекетіміз дұрыс болсын. Бір жылдың ішінде көп нәрсеге төтеп беруге болады. Жақсы бір сөз бар, өзіңді аяма деген. Ең бастысы дәл осы жылда аяғып қалмайық. Бір айлық курста барлығын толықтай үйретемін дедім. Негізгі сауалдарыңызға толықтай жауап бердім. Бұйыртса осы айдағы Қазақстан тарих курсында біз 6 мен 9-ның аралығын толықтай қамтимыз. Жақсы жандарым, аман сау болыңыздар. Бірімізге саушылық тілеп қояйық. Келесі күндерде жақсылықтарда дін аман жолыққанша аман болыңдар жандарым. Сау болыңыздар. Төзім тағаттарыңызға, бүгінгі қатысқан сабақтарыңызға көп-көп рахмет. Бұйырса жақсылықта жолығайық. Аман болайық. Бұйыртса тағы осындай мастер-класстардан міндетті түрде жолығатынымызға сенемін. Ең бастысы Алла сіздерге күш-қуат берсін, зейіндерің арта берсін. Қазақтың болашағына еркін енетін, тәуелсіз Қазақстанның болашағына серпін беретін, ардан туған адал азамат, азаматша болуларыңызға шын көңілімнен тілекшімін жандарым. Аман болайық.